Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен балық формасындағы балық салаты, яғни селедка по чубой салатын жасайтын боламыз. Қонақ келгенде дастарханыңыздың көркін ашатын салаттардың бірі. Әдеттегідей ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосуды ұмытпаңыз. Салатты жасау үшін ең алдымен 15 грамм желатинді өлшеп алып, үстіне 90 грамм су құйып, жақсылап біркелкі етіп араластырып, 10-15 минутқа тындырып қойып қоямыз. Біз осы аралықта салатқа керек заттарды жуып тазалап, суда қайнатып, пісіріп, суытып, қабығынан тазалап, үткіштен өткізіп, балықты ұсақтап, турап, барлығын дайындап аламыз. Міне, оған дейін желатиніміз да дайын болды. 10-15 минут тұрған желатинді водяной баняда немесе микроволновкада жақсылап ертіп аламыз. Сонан соң үстіне өлшеп майонезімізді салып, жақсылап араластырып, біркелкі масса жасап аламыз. Керекті заттарды осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Бұл салатты жасау үшін бізге осындай балық пішіндегі форма қажет болады. Бұл форманы кондитерлік дүкендерден табуға болады. Салатымыз жабысып қалмау үшін жақсылап барлық жеріне тигізіп майлап аламыз. Ал енді салатымызды жинаймыз. Ең алдымен қызылшадан бастаймыз. Қызылшамызды араластыруға ыңғайлы ыдысқа салып, үстінен 3-4 қасық майонез салып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Майонез бізде сұйық болады, бірақ ешқандай да уайымдамаңыздар, ол құрамында желатин болғандықтан қатып қалады. Дайын болған массаны формамызға салып, жақсылап біркелкі етіп жағып шығамыз. Қанаттарына, құйрықтарына, барлық жеріне тигізіп жайып шығамыз. Салатымызды төңкергенде әдемі болып тұру үшін. Міне осылай біркелкі етіп барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Сіздерге видеода түсінікті көрсетілген деп ойлаймын. Ал екінші үткіштен өткізілген картошкамызға да дәл солай майонез қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Майонезіміздің құрамында желатин болғандықтан ертерек тез-тез жұмыс жасауға кеңес беремін. Картопты массамызда дайын болды. Видеода көрсетілгендей етіп, оны да салып, жақсылап жайғастырып аламыз. Сонан соң ұсақтап туралған селедка балықтарымызды да саламыз. Оған майонез қосудың қажеті жоқ, ортасында болғандықтан ешқандай да шашылып кетпейді. Содан кейін үткіштен өткізілген жұмыртқаларымызды саламыз. Оған да майонез қосудың қажеті жоқ, ортасында болғандықтан ол да шашылмайды. Егер де майонездеріңіз қатып қалып жатқан жағдайда водяной баня, яғни ыстық су құйылған ыдыстың үстіне қойып, қайта ерітіп алсаңыздар болады. Міне жұмыртқамызды жайғастырып алдық. Ендігі кезек сәбізге. Сәбізді де дәл солай үстіне майонез салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне сәбізді массамызда дайын болды. Оны да салаттың ең соңында салып, барлық жеріне тигізіп, біркелкі етіп жағып шығамыз.
Егер де сіздерге осылай форманы қолда ұстап тұрған ыңғайсыз болса, астына шұқырлау ыдыс қойып, үстіне қойып жасасаңыздар да болады. Маған осылай ұстап тұрып жасаған ыңғайлы болды. Достар, менің салған видео рецепттерімді 98% адам тіркелмей көреді екен. Достар, сіздерден өтініш, егер де менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда менің салған видео рецепттерім бірінші болып сіздерге барып отыратын болады. Міне осы видеода көрсетілгендей етіп сәбізді тегіс біркелкі етіп жағып аламыз. Сонан соң үстін мешокпен жауып, холодильникке кем дегенде 5-6 сағатқа тұндырып қоямыз. Міне менде холодильникте бір түн тұрды. Енді осы балық салатымыз сиятындай ыдыс алып, үстіне төңкеріп, жайлап осылай видеода көрсетілгендей етіп жан-жағын басып отырып төңкеріп аламыз. Кішкене ауа кіргеннен кейін өзі осылай жеңіл түсіп қалады. Міне достар, осымен балық салатымыз да дайын болды. Жасалу жолы да қатты қиын емес, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Фариза асханасы. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.